Баршаңызға бүгін мен сіздерге баланы егов тіркегенде шығып жатқан қатені жөндеу туралы видео ұсынбақшымын. Ол үшін менің каналыма видео өтеліп пайдалы болмақ сіздерге үшін. Ол үшін менің каналыма жазылып кетіңіздер, лайк басып, комментарий қалдырып кетіңіздер. Ең бірінші профиль бөліміне өтесіз әдеттегідей. Және осы жерде отбасы деген бөлімді таңдайсыз. Балалар бөліміне өтесіз. Сізге осы жерде бір балаңыздың данные дұрыс болмауы мүмкін, туған күні бір күн артта деп түрлі сообщениелер келіп жатыр. Баланы қосу, егер балаңыздың бұрын қосылмаған болса, баланы қосу арқылы добавить деп иін арқылы қосасыз. Ал мәліметті енгізу, өзгерту керек болса, не мәліметті өзектендіру деген бөлім пайда болды. Осы бөлімді таңдайсыз. Актуализация, корректировка, сведение о детях, браке, переменные, фамилия, эмоции и смерти. Осы жерде сіз кім арқылы кіріп тұрсыз, соның аты жөні тұрады. Және тип актовые записи дейді. Сіз нені өзгерткіңіз келіп тұр? О браке ма, о рождении ма, о расторжении брака, о усыновлении. Бізге керегі о рождении, пока осыны таңдаймыз. По иін, не арқылы таңдағыңыз келіп тұр? Выберите тип поиска по иін деген таңдаймыз. Сіз заявитель кімсіз? Родительсіз ба или баласыз ба? Родитель. Осы жерге иін деген жерге баланың иін жазасыз, өзгерту керек болып тұрған балаңыздың. Балаңыздың аты жөні шығады, поиск дейсіз. Енді осы жерде сізге туған күнін өзгерту керек болады. 2000 туған күні мысалы 11-ші ай деп тұрады, кейбірде 12-ші ай, соны өзгертіп аласыз да. Қалған данныйлар дұрыс болса, солайынан қала береді. Данные отца, данные матери, гражданство, ештеңе өзгертпейсіз, тек загрузить новый файл деген жерге алдын ала сіз файлды, яғни туу туралы куәлігін PDF форматта телефоныңызға дайындап қоясыз. Загрузить новый файл деп таңдайсыз. Міне, выберите файл деп тұрады. Файлды таңдайсыз. Не выбрать файл дейді. И сонда сіздің осының алдында сақтап алған, алдын ала сақтап қалған туу туралы куәліктің аты жөнін осы жерден тауып таңдап аласыз. Загрузить етесіз. Да? И содан кейін барып төменгі жағында актуализировать сведение дегенін басасыз. Мен бұл жерде мысал үшін көрсеттім сіздерге. Және ол 2 жұмыс күнінде дайын болады. 2 жұмыс күннен кейін қайтадан добавить ребенка деп балаңызды тексеріп көріңіз. Видеом сіздерге пайдалы болса, лайк басып, комментарий қалдырып, мені қолдап кетіңіздер. Рахмет.